Бүгінгі тақырыбымыз отырар ойраны туралы болады. Бәріміз де тарихтан білеміз, отырар қаласының Алтай қорғанысын. Бұл 1219 жылдың күз айларында болатын. Шыңғыс ханның әскері Орта Азияда орналасқан Хорезм-Шах империясына басып кіреді. Бұның енді не себебі болды, не болды, оны енді барлықтарыңыз білесіздер. Кино да бар ол туралы. Кітаптар да көп. Ол сылтау болды оған Қайыр ханның отырар қаласының әкімі. Шыңғыс хан жіберген 500 саудагерді қырып тастап, дүние мүлкін тартып алу. Осы Қайыр хан деген кім еді? Және Хорезм деген кім? Хорезм империясы Иран жерін, қазіргі Иранның батыс жағын, Хорасанды, Ауғанстанды түгел, Орта Азияны түгел бәрін қамтып жатқан үлкен алып империя болды. Шыңғыс хан заманында ол империяны Аладдин Мұхаммед Шах басқарды. Ол өзі қаңлы нәсілінен деп айтып жүр тарихшылар, енді түркілер. Жалпы Хорезм империясының халқы енді Орта Азия, о заманда түркілермен араласа бастаған, парсылар араласа бастаған. Ол сонау түрк қағанаты заманынан бастап араласа бастады ғой. Бірақ та енді көпшілігі парсы тектес болды қалаларда. Түрлері, салттары, бірақ азиялық бет пішінде оларды көріне бастаған болатын. Монғолдар келген кезде сондай болды. Мына еңбекші халықтары, жай қала тұрғындары бәрі, диқандар түгел бәрі парсы тектес болды да, парсы тілінде сөйлеп. Ал әскери топта түркілер үстемдік етті, түріктер. Әсіресе Қанлы мен Қыпшақ. Осы екеуі. Мына Қайыр хан ол Мұхаммед Хорезм-Шахтың шешесінің бауыры болатын, інісі. Елі Қыпшақ. Оның әскерде көп Қыпшақ болды. Қыпшақтар әскери құраманы көп бөлігін құрады. Қанлы да солай, түріктер. Мына сарайда мемлекет тілі түрік тілі болды да, ал қарапайым халықтар парсы тілінде сөйледі. Ал Моңғол империясы кім? Шыңғыс ханның. Ол түрік-моңғолдар. Шыңғыс хан заманында түріктер, моңғолдар бірге болды, екеуі бөлінген жоқ болатын. Олар сонау ғұндар замандан бірге болып келе жатыр. Тек Шыңғыс хан империясы құрылып, одан кейін 14-ші ғасыр, 15-ші ғасыр Шыңғыс хан империясы ыдыраған кезде, мына Шыңғыс хан жорығымен батысқа кеткен түрік тайпалар түгелдей ислам дініне кіреді, Алтын Орда ислам дінін қабылдағаннан кейін. Ал Монғолия жерінде қалған тайпалар, моңғолдар, түрік-моңғолдар, олар Будда дінінен еді. Сол екі діннен енгеннен кейін шығыс жақта қалғандардың тілдеріне Будда діні арқылы Тибет тілінен, санскрит тілінен көп сөздер ауысады дін арқылы. Ал мына батыс жаққа келіп Алтын Орданың қол астында болған түрік тайпалары мұсылман дінін қабылдағаннан кейін түгелдей оларға араб, парсы сөздері еніп кетеді. Екі халық, түрік-моңғолдар, бір-бірін мүлде түсінбейтін жағдайға жетеді. Вот солай болған. Ал Шыңғыс хан заманда түгел бірдей. Мысалы, шығыс түркілер дейді, ана Керей, Найман, одан кейін тағы Қоңырат, Уақ дейді, Оңғұт. Олардың бәрі моңғол, Шыңғыс хан шыққан бәрі бір-бірінен айырмашылығы жоқ еді. Енді әңгімеміздің басына керек, отырар қаласын қоршап алады. Сол қаланы қоршап алғаннан кейін оны Алтай қыспақ қалады. Ақырында қаланың быт-шытын шығарып қиратады Шыңғыс хан. Сол туралы бір қиссам бар еді, өзі жазған. Бұрын балалармен жұмыс істегенмін деп, сонда үлкен балаларға шығарғам. Қазір енді жастарға да, орта жастағыларда, сіздер де бізге қарағанда бала секілдісіздер ғой. Сонда сіздерге де жарайды деп ойлаймын. Соны қабыл алыңыздар. Сол кез ел қиналған бір жыл еді, көк аспанға қара бұлт үйіріледі, ертістің ар жағынан Шыңғысқа хан кең далаға аждаһа боп түйіледі. Отырар көркем қала жолайрықта, белшесінен батыпты мол байлыққа, жыл бойы ағылатын көп керуен, жібек жолы осы арамен өтеді екен. Атақты әкімі бар Қайыр хандай, темір қақпа қорғаны бар асқар таудай, Шыңғыс хан қыстақ тұнып түгел өртеп, шаһарға жақындапты көзін алмай. Осы арада екі ұлын қалдырады, қаланы алыңдар деп тапсырады.
қосынның тең жарысын өзі бастап Шыңғыс хан Самарқанға бет бұрады. Үгедей мен жағадай қалған қолды жинайды, қолындағы тұтқындарды алдына салып айдайды, атой салып қалаға қарай қаптайды, сансыз тұяқ сардаланы таптайды. Неше дүркін сатылар қойылады, өрмелеген талай жандар жойылады. Темір қақпақ қорғанды ала алмай, қарқына үгедейдің тыйылады. Қайырхан қорғанда жүр ұрыс ашып, жебесінен қорқады жаулар қашып. Бала шаға кемпір шал да жүреді, моңғолдардың басына отты шашып. Осындай арпалыспен 5 ай өтті. Талай батыр ардақ жандар өліп кетті. Қарада бар екен бір бас қолбасшы, есімі Қаратша екен өзі кепті. Сол батыр өз жанынан түніледі, көзіне ажал оты көрінеді. Түн болғанда қақпаны ашып тастап, нөкермен Шағатайға беріледі. Шағатай оны теуіп құлатады, екі көз қанталап тіл қатады. Өз қожасын өзі сатқан опасыз деп, нөкерін қырбал өзін дарғасады. Жау қалаға қақпадан лап қояды, қорғаушылардың қарсылығын жояды. Көше-көшені қаптап кетті айғайсап, қалашы қан сасиды жын ойнап. Қайырхан ішкі қамалға бекінеді, жанына 7 мыңдай кісі ертеді. Сол жасақпен бір айдай ұрыс ашып, моңғолдардың құтын қатты кетіреді. Ақыры көп қойсын ба қаптай, өліктерін тауғылып таптай, қылыштарын жарқылдатып кеп қалыпты. Қайырханды жан жақтан қоршай. Қайырханның тоқалы жүр жанында, қаншама неше түрлі қанша жанның қанында бар мойнында. Бір кезде найза тиіп кете барды, қайран ер өзі ғана жалғыз қалды. Жан жақтан арқын түсіп шырмаланды, құр босқа босан олмай тырмаланды. Ақыры қалың жау байлап матап, қамдарына алып келді асыл жанды. Шыңғыс ханның аяушылығы жоқ сөзінде, бұл адам зұлым жау ғой өзіне. Күмісті мол болғытып табақшаға, Қайырханның күйіптегі көзіне. Тарихты оқысандар көп табылар, міне осындай батыр болған бабалар. Елімізді жан тәнімен қорғайтын болашағы сендерсіңдер балалар. Деп осы сөздеріммен мен осы қиссамды аяқтайын, бүгінгі тақырыбымды аяқтайын.